Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бізде бүгін өнер тарихынан жаңа тақырыпты жазып аламыз. Әлем елдері жаһандық экономикалық дағдарысты қалай жеңіп шықты? Бұл жерде бізде жаңа терминдер, демпинг жазып аламыз, экспортер өндірушілердің сыртқы рынокты тауарларын ішкі бағадан төмен бағамен сатуы. Девальвация, яғни халықаралық қаржы нарығындағы ұлттық қаржы бағамының төмендеуі. Протекционизм, қолдампаздық мемлекеттің ұлттық экономиканы шетелдік бәсекеден қорғау жолымен оның дамуына жәрдемдесетін экономикалық саясат. Және кейнсианство 1929-1933 жылдар аралығындағы әлемдік экономикалық дағдарыстың себептері мен одан шығу жолдарын анықтау мақсатында туған Кейнстің экономикалық ілімі. Қысқаша жазып алсаңыздар болады. Бұл бізде тапсырма, оған кейін тоқталамыз. Әлемдік экономикалық дағдарыстың жалпы белгілері қандай болады, жазып аламыз. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін әлемдік экономикадағы ақш рөлінің өсуі, қор биржаларында алып-сатарлық операциялар, банк инвестицияларды нақты өндіріске жасаған жоқ, және 19 ғасырдың еркін бәсекелестік нарық экономикасының әлсіз сипаты, және жаппай өндіру, жаппай тұтынушы таппады. Енді дағдарыстың салдары. Жалпы бұл экономикалық дағдарыс бізде 1929-1933 жылдар аралығында болады. Жазып аламыз. Либералдық демократия реформалар жолы. Күшті орталық билігі бар парламенттік жүйесі дамыған елдер үшін, және тоталитарлық репрессиялар жолы. Дәл осылай стрелка етіп сызып алсаңыздар болады. Парламентаризм дамымаған елдер үшін. Бұл тапсырма дағдарыстан шығу жолдарының қайсысы тиімді болып табылды, әлеуметтік бағытталған ұлттық экономиканың дамуына ықпал еткен, және халықаралық тәжірибеде қайсы құнды болды. Рузвельт, Гитлер, халық майданы саясаты кімнің мүддесін қанағаттандырды, дағдарыстан шығу жолында барлық үш нұсқаға не ортақ болды, және қазіргі таңда жаһандық экономикалық дағдарыс жағдайында саясаткерлер үшін осы ұлы депрессия тәжірибесінен қандай сабақ алуға болады? Бұны сіздер жазбаша орындайсыздар. Сосын бізде мынандай тапсырма, фишбоун әдісін қолданып, ақш, Германия, Франция, Ұлыбритания сияқты елдердегі ұлы депрессияның салдарын зерттейсіздер. Міне, фишбоун әдісі, дағдарыс, мында жоғарыға жазамыз, қолданылған іс-шаралар, қандай шаралар қолданылды, астынан салдарын жазамыз, және қорытынды. Жақсы ма? Түсінікті деп ойлаймын. Егер де сұрақтарыңыз болса, сұрақ жазыңыздар. Назарларыңызға рахмет.